Математика пәні сабақтың тақырыбы фигуралар тізбегі. 69-шы сабақ. Бүгінгі сабақта фигуралар тізбегін құрастыруды үйренесің. Бізді қоршаған ортада тізбек деген ұғымды көп кездестіреміз. Мысалы, қыз, көктем, жаз, күз. Бұл жыл мезгілдерінің тізбегі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұл бір таңбалы сандардың тізбегі. Шеңбер, шаршы, үшбұрыш, геометриялық фигуралардың тізбегі. Тізбек белгілі бір ережеге сәйкес орналасқан нысандардың қатары. Тізбектерде берілген заңдылық бойынша қайталанулар орын алуы мүмкін. Тізбек берілген заңдылық бойынша немесе объектілерді, яғни сандар немесе фигураларды орналастыру ережесіне сәйкес құрастырылады. Фигуралар тізбегі әртүрлі геометриялық фигуралардан тұруы мүмкін. Мысалы, шаршы, үшбұрыш, шеңбер. Түстері немесе өлшемдеріне байланысты ерекшеленетін фигуралардың тізбегі болуы мүмкін. Мысалы, қызыл шеңбер, көк шеңбер, сары шеңбер. Үлкен шаршы, орташа шаршы, кішкентай шаршы. Тізбектегі заңдылық бұзылуы да мүмкін. Мысалы, берілген жұлдызшалар тізбегінің реттілігі қызыл, сары және жасыл жұлдызшалардан тұрады. Берілген тізбекте заңдылық бұзылған ба? Иә, көк жұлдызшаның орнында сары жұлдызша тұруы керек. Тізбектегі заңдылықтың бұзылуын түзетуге болады. Фигуралар тізбегін жалғастырайық. Үлкен шаршы, 2 кішкентай үшбұрыш. Сандардың ретін анықта. Қай бала дұрыс тұрған жоқ? Алдымен сандарды оқып шық. 20, 18, 16, 12, 14, 18, 6. Дұрыс. 14 және 12 сандарының орнын ауыстыру қажет. Номер 5-тің асы 15-ші бет. Есепті шығар. Спорт залда таңғы жаттығуға 14 ұл, олардан 7-і артық қыз сапқа тұрғызылды. Барлығы неше бала сапқа тұрғызылды? Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. Номер 5-ші есептің әсі 15-ші бет. Есепті шығарайық. Спорт залда 12 футбол добы, ал одан 4-і кем волейбол добы бар. Ал футбол мен волейбол добы бірге қанша болса, сонша теннис добы бар. Залда неше теннис добы бар? Бұл есептің де шартын, сұрағын, жауабын, шешуін тауып жаз.